Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Даму десе ойымызға дұрыс тамақтану, кітап оқу, спортпен айналысу келеді. Бірақ осылардың қатарына уақыт үнемдеу, тайм менеджмент те кіреді. Енше бүгін Кемел адам кітабынан тайм менеджмент бөлімін оқитын боламыз. Уақыт ең үлкен сый және адамзатқа тегін берілген аса құнды ресурс. Уақыт байға да кедейге де, даладағы қаладағы бәріне ортақ. Бір тәулік, яғни 24 сағат немесе 1440 минут. Жас, кәрі, еркек, әйел демей барлығымызға бірдей берілген. Қолыңызды көкірегіңізге қойып жүрек қағысын тыңдаңыз. Дұрыс. Әрбір тыныс алған деміңізге мән беріңіз. Сіз жүрек қағысын шығарған әрбір деміңізді ешқашан кері қайтара алмайсыз. Жиған байлығыңды жоғалтсаң, еңбектеніп орнын қайта толтыруға болады. Достарыңды жоғалтсаң, олардың орнына жаңа достар табылады. Ал уақытыңды жоғалтып алсаң, оның орнын еш нәрсе толтыра алмайды. Өйткені уақыт кері айналмайды. Ақшаны қарызға алуға болады, бірақ уақытты ала алмайсыз. Сондықтан ең әуелі уақытты жоспарлауды үйренуіміз керек. Қолымыздағы құнды дүниелерге барынша мұқияттық танытатынымыз айтпаса да түсінікті. Мысалы, ақшамызды банкте немесе ең сенімді жерде сақтаймыз. Оны қалай болса солай көшеде кездескен кім көрінгенге жөн жозықсыз тарата бермейміз. Алайда құр босқа жоғалтқан жастық шақ пен күш қайратына, есіл кеткен уақытына адамдар қайғырып жатпайды. Қымбат уақытын баянсыз іске жұмсап, уақыттың өзіне ұрлатады. Уақыт атты ең бағалы ресурсын желге шашып, бос нәрселерге оп-оңай айырбастай салады. Мұның бәрі уақыт құндылығын дұрыс бағаламаудан туындайды. Әсіресе біздің қоғамда бір-біріміздің уақытымызды жеу кең етек алған. Көпшілік халық шақырылған жерге, тойға, қонаққа уақытында бара бермейді. Тойымыз ең ерте дегенде 2 сағатқа кешігіп барып басталады. Ең сорақысы, кешіккен адам біреудің уақытын ұрладым деп өзін кінәлі сезінбейді. Ол үшін кешігу қалыпты жағдай. Мұндай қоғамда ешқашан даму да, алға жылжу да болмайды. Ал керісінше, әрбір минутын орынды жұмсап, әрбір сағатын дұрыс жоспарлап, тиімді пайдаланатын жеке адам да, қоғам да өркениеттің көшін бастап, алға қарыштап дами береді. Күндіз түні әлеуметтік желіде телефон шұқылап, одан қалса теледидардың алдында телміріп отырып, арзан қалжың бітпейтін мәні жоқ сериалдар тамашалаумен бар ғұмырын өткізіп жатқандар қаншама. Кейбір зерттеулерге сүйенсек, бүгінгі таңда смартфонды орташа қолданатын адамның өзі оны күніне 2617 рет, ал көбірек қолданатындары 5400 дүркін түртеді екен. Apple компаниясы iPhone-ды белсенді қолданушылар күніне 80 рет, сағатына 7-8 рет қарайтынын растаған. Уақытын тиімді пайдалана алмаған адамдар оның үнемі жетпей жатқандығын айтып шағымданады. Жаңа нәрсені үйренуге, қандай да бір істі жасауға уақыт тапшылығы себеп деу шындықпен жанаса бермейді. Мысалы, артына мол мұра қалдырған Әл-Фараби, Яссауи, Ұлықбек, Абай мен Шәкәрім тәрізді барлық жасампаз ұлы тұлғаларға берілген уақыт мөлшері бізге де берілген. Арадағы айырмашылық көпшілік адам уақытты әйтеуір өткізуді, ал ұлы адамдар оны тиімді пайдалануды ойлайды. Мысалы, 45 жасында дүние салған имам Науаи 500 томға жуық құнды еңбек жазып кетті. Ол күндік намаз, ораза, зікір секілді құлшылықтармен қатар ғылымға, кітап жазуға уақыт табу үшін әр минутын тиімді пайдаланудың жолын іздеген. Ғұламаның күніне бір-ақ рет тамақ жегендігі, жолда кетіп бара жатқанда пайдалы істермен айналысқандылығы айтылады. 45 жас ұзақ ғұмыр емес, бірақ артында мұншалық көп құнды мұра қалдыруы оның уақытты өте тиімді пайдаланғандығының көрінісі.
Сондықтан ғұмырдың ұзақтығы көп жыл өмір сүрумен емес, қысқа болса да уақытты тиімді пайдаланып, дұрыс нәрселерге жұмсаумен өлшенеді. Ал бос нәрсемен өткен ұзақ ғұмыр жоғалған көп уақыт қана. Орынсыз жұмсалған ақшаның ысыраптығын, желінбей босқа төгілген астың обалдығын жиі айтамыз. Ал уақыттың ше? Есіл кеткен уақыттың ысыраптығы мен обалдығы неліктен жиі айтылып, әрбіріміздің басы уайымымызға айналмайды? Уақыт адам баласына жаратушы тарапынан берілген ұлы нығмет. Ақыретте бұл нығметтен сөзсіз сұраламыз. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай делінеді: қиямет күні адам баласы мына нәрселерден сұралып, есебін толық бермейінше Алланың құзырынан жіберілмейді. Ғұмырын не істеп тауысқандығы, жастық шағын қандай іспен өткізгендігі, ақшасы мен дүниесін қандай жолмен тапқандығы, қаржысын қайда жұмсағандығы, үйренген біліміне қаншалық деңгейде амал еткендігі. Достар, осылайша Кемел адам кітабының тайм-менеджмент бөлімі аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Өз уақытымызды өзімізге пайдалы етіп өткізейік. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздер өз уақыттарыңызды тиімді пайдаланасыздар ма? Комментарийге жазып кетіңіздер. Видеоның соңын Абайдың әдемі өлең жолдарымен аяқтасам. Сағаттың шықылдағы емес ермек, хамиша өмір өтпек ол білдірмек. Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, өтті өлді тағдыр жоқ қайта келмек. Сағаттың өзі ұры шықылдаған, өмірді білдірмеген күндіз ұрлаған. Тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді кетті, қайта айналмас бұрылмас бұлдыр заман. Өткен өмір белгісі осы сыбдыр, көңілді күнде сындыр әлде тындыр. Ақыл анық байқаған қылығыңды, қош қансып қағасың босқа бұлдыр. Күн жиылып ай болды 12 ай жыл жиылып қартайып қылғаны бұл. Сүйенген сенген дәурен жалған болса, жалғаны жоқ бір тәңірім кеңіншілік қыл. Достар, сау саламатта болыңыздар, келесі кездескенше.